Міне сондықтан енді бұл мынадай нәрсе, жаңа ойбай ай мен не істедім, өзіңді де жеуге болмайды, бірақ бағана айтқандай осыларға қарап өзіңе не беру керек, демеу беру керек. Осылар осындай тарихта үлкен нәрсе. Енді бір соғыс деп біз соғысқа шақырып жатқан жоқпыз ешкімді. Біз жаңа басымызда айтқандай, олардың заманы сондай болды. Енді біздің заман білімнің заманы болып тұр ма? Білімнің түбін түсіріп таста. Білімнің түбін түсіріп таста. Диплом алсам болды деп диплом үшін оқыма. Диплом үшін оқысаң, дипломыңды аласың. Бірақ білімнен жұрдай боласың. Сосын әр нәрсең басын шала беруді қою керек ше. Бірсе ананы, бірсе мен Құран жаттаймын, Құранды да қатырмайды, мен арабша оқимын, арабшаны да қатырмайды. Тасташы мен қазақша кітап оқимын, соңында өзімен өзі не істейді? Қазақша кітап оқып кетеді. Анау мынау если что өзбекше кітаптардан не қыла салам деп. Саған берілген 4 жыл мүмкіншілік па? Ертең артыңа қараған кезде 4 жылыңа күшті көңілің толатындай қылып қарау керек та. Бірақ өз-өзіне көңілі толған адам тағы да дұрыс емес. Өз-өзіне көңілі толған адам дұрыс па әлде? Дұрыс емес ол. Таажүб деген нәрсе бар. Бұл жүректің ауруы. Құдайға шүкір, 4 жылда биттім, сөйттім деп. Ондай жоқ. Ілімге келген кезде адам қанағатсыз болу керек, аш болу керек. İmam Şafii 7 жас